Барақтарыңызға сәлем, сіздермен бірге мен Әзерке. Бүгінгі видео бізде Get Ready With Me. Ал ендеше видеоға қош келдіңіздер. Видеомызды бастайық. Короче, достар, менің ютубқа деген көп видео салмай кеттім. И потом мен бүгін ойланып, бүгін ютубқа видео түсірейінші деген ой туындады. И бүгін ютубқа сол видео түсіретін боламыз. Бүгін Get Ready With Me-да, короче, бірге боянып, бірге әңгіме айтып отыратын боламыз. Ендеше кеттік, бастайық. Ең алдымен бірінші мен бетімді салфеткамен сүртіп аламын. Салфеткамен емес, мен терлеп отырмын қазір мысалға. Сол бетімді сүртіп алып, терімді басам. Қатты терлеп отырмын, білмеймін, бүгін терлейтін күн ба. Ең алдымен біз бетімізді күшті қылып крем жағып алатын боламыз. Және де бетімізге де массаж жасап тұруымыз керек. Кейбір қыздарда екінші иық проблема туындайды, сондай. Екінші иық деген проблема бар кейбір қыздарда. И сондай екінші иыққа мен күнде не жасаймын? Массажда. И мен сондай массаж жасап, екінші иықтан екінші иық кетеді. Вот. Негізі қыздарда екінші иық деген проблема бар. Екінші иыққа бөлек не жасаймыз? Аты не еді? Массаж жасаймыз. Вот, массаж, екінші иығымызға массаж жасаймыз. И бұл массажды біз қалай жасаймыз, қараңыздар. Ең бірінші қолымызды осылай аласыздар. И мына жақтағы мынандай, мына жақта бір не бар, типа сүйек бар. Сол сүйектің сызығымен өткіземіз. Типа соның беті астымен өтеміз. Үстін баспаймыз сүйектің. И мына жақта тамаққа тиіспейміз. Мына жақта тамаққа. Солай массаж жасап шығамыз. Так, бетімізге мынандай себейік. Короче, осылай себесін. Енді макияжымызды бастаймыз. Так, ең алдымен негізі мен айтайын, тоналка жақпаймын. Тоналканы оны пудра жағам. Менде тоналка бар негізінде, бірақ мен жақпаймын, өйткені айтады ғой, бетті құртады дейді. Так, бізде осындай пудра керек. Міне осындай сақтап алсаңдар болады. Осы пудрамен мен қолданамын. Уже біріншісі кетіп жатыр, и мен екіншісін бастадым. Бізге осындай не керек? Кесушка керек, міне. Мына қараңыздар, мен терімді қараңыздар. Кәдімгідей көрініп тұрды. Енді маған ең бірінші қас бояйтын осындай керек. Осындай керек. Сақтауыңыздар, осындай алсаңыздар болады. Өте күшті бояйды, қасты әдемі қылып бояйды. Ең алдымен біз қасымызды емдейміз. Емдеу үшін бізге осындай гарнирдікі керек. Менде уже бітіш жатыр гарнир. Кешірім өтінемін, гарнир, мен сені бітіш қылдым. Так, осындай айна керек. Қандай мене қасымызды тарап аламыз. Мен нағасын тарамаймын. Өйткені нағасым нағасынан үлкендеуді, и нағасымды өйстіп көтеремін. Тек осы қасымды көтеремін. Отыздар, қараңыздар, қасымды осылай қылып бояп шықтым. Біз деген стрелка аспайтын болдық. Енді стрелканың орнына туш шығатын болам. Мына туштың аты Skyfix. И вот. Мына несі кетіп қалған ғой, жазу. Өзім алып тастауым или. Ашым бар. Осындай 27-лік бұл. Осылай бояп шығам серімізді. Қыздар, айтайын, ерін бояр кезде кішкене 1 сантиметр болсын.
ерімізден кішкене шығарып қойаймыз. Hadi, işte boyasыздар. Жоқ, негізінде менде басқа тент бар осыда. Я шерри деген. Осыны бояу керек. Қалай болады екен? Вот осылай тұр. Көзімізді бояу үшін тенемізді аламыз. Осындай палетка. Бұл Худопроның палеткасы. Қазір ашып алайын. И мен мына жақта міне уже бітіп жатыр менде. Мына жақта мына цветті аламын. Морковный. Өзім ұнайды. Қолмен сырлаймын обязательно. Өзіме ұнайды қолмен сырлаған. Чем мана неден көрі. И мен Худердің осындай палеткасы бар менде. Бірақ сындырып алдым. Мына негізі айна суған. Ол айна міне. Негізі менде көзіні бояу жеген қыттай. 1, 2. И көзімізді жылтыратамыз. Осылай қылып бояп алатын боламыз. Енді бізге румяна керек, типа мелашка алып көрсететін. Менде осындай түрі бар. И мен қолмен бояйын. Так, нежный қылып бояушы. Вот. Осылай бояймыз, сіздер. Вот. Міне жағылды. Енді біз деген нені жағамыз, ойлаңыздар. Біз енді ештеңе жақпаймыз. Енді біз мына кесточкамен істеп шығамыз. Вот, соластыр. Міне, көрдіңіздер ғой. Терім қайттан сүрде қорсы. Менің терім кетпей жатыр. Вообще. Мен терім кету үшін кондер керек. Достар, осымен видео аяқталды. Менімен бірге болғандарыңызға рахмет. Менің каналыма подписация етіп, және де менің видеоларыма қолдау білдіріп, лайк басып, басқа да өздеріңіздің достарыңызбен бөлісіп кеттіңіздер. Менің видеом ұнады деген ойдамын. Ұнаса соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Ендеше осы видео аяқталды. Всем пока.